Баба түкті шаш тәзіз кесенесі. Баба түкті шаш тәзіздің сағанасы Қарт Қаратаудың теріскей бетінде, қазіргі Жамбыл облысы мен Түркістан облысының шекаралары шектесетін тұста, атақты Көсегенің көк жоны өтетін Үшбас өзенінің аңғары құлайтын алқапта, Құмкент жеріндегі қысы жазы буы бұрқырап жататын Жолыбұлақ қайнарының жағасында тұр. Сағананы Едіге батыр тұрғызған деген сөз бар. Бұл шамамен 1400 жылдар болса керек. Қаратау бөктерін жайлаған Құмар атаның жалғыз ұлы боп айтылатын бабаға Байбөрі бек алғаш рет белгі күмбез тұрғызған делінеді. Кесене бірнеше рет салынды. Алғашқы кесенені салдырған Құттыбай мен Бостандатқалар. Баба түкті шаш тәзіздің осы кесенесінің ішінде 1929 жылға дейін 4 бейіт болған екен. 1929-1945 жылдар аралығында әулиенің кесенесі 4 рет бұзылып, жұрт 4 рет жөндеген. Осындай қиратушылардың себебінен бейіттердің орны жоғалып, 1982 жылы сағана жеңіл жөндеуден өткізіліп, қалыпқа келтіріледі. Бертін келе осы сағаның орнына 1996 жылы оңтүстік өңіріне белгілі азамат Серікжан Сейітжанов әсем күмбезді ғимарат тұрғызды. 2006 жылы Құмкенттен шыққан кәсіпкер Нұрсадық Ергешұлы деген азамат кесененің төбесінен су өткені себепті жергілікті ел ақсақалдарының келісімімен оны бұзып, орнынан мүлде жаңа архитектурада 2 мұнаралы 2 қабаттан тұратын күмбезді жалпы биіктігі 16,5 метр әсем көріністі кесене тұрғызды. Астыңғы қабат 3 бөлмеден, баба жатқан бөлме, мұражай бөлме және намазхана бөлмеден тұрады. Үстіңгі қабат 1 бөлмеден тұрады. Онда бабаның құлпытасы бар. Сырты үлкен аллеядан тұрады. Сыртқы қабырғалары толығымен мәрмерленген. Бабаға келетін 250-300 метрдей жол цементтелген. Кесене маңындағы көл, бұлағы мен бау-бақшасы күтімге алынып, зиярат етушілерге арнайы демалыс орын салынған. Тарихи аңыздарға сүйенсек, Баба түкті шаш тәзіздің біздің елге ислам дінін әкелген алғашқы түркілердің бірі болған. Қазақ энциклопедиясында шаш тәзіздің 13 ғасырда өмір сүрген айтылады. Сондай-ақ 16 ғасырда өмір сүрген Қадырғали Жалайыридің жерлесінде шаш тәзіздің жергілікті сақ тайпасынан шыққаны ислам дінін бірінші қабылдағандардың бірі екендігі көрсетілген.